Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге балалар неврологы Ақжарқын Сысқасқызы. Бүгін сіздерге балалар неврологы қандай ауруларды қарайды және де онлайн консультацияға қалай жазылу керек, онлайн консультацияның шарттары туралы айтатын боламын. Балалар неврологына сіздер қай кезде жазыласыздар? Егер сіздер босанған кезде балада қандай да бір өзгерістері болса, кіндігі оралса, басына қандай да бір қан құйылатын болса, қатты балада сарғыштық болатын болса, баланың жаңағыдай салмақ қоспай жатса, рефлекстерінде қандай да бір өзгерістер болса, аяғын тіремей жатса, басын ұстамай жатса, аяқ қолының қимыл қозғалысында симметрия болмаса, немесе балада вес қоспай жататын болса, көп құсатын болса, осындай шағымдар болса, сіздер балалар неврологына қарауларыңыз керек. Егер сіздер онлайн консультация алатын ойларыңыз болса, онлайн консультацияның белгілі бір шарттары бар. Яғни офлайнға қарағанда онлайн консультация көбірек энергия, көбірек уақытты талап етеді. Сондықтан онлайн консультацияға жеңіл-желпі қараудың қажеті жоқ. Онлайн консультация жасау үшін сіздер алдымен WhatsApp номеріне жаңағыдай өзіңіздің консультацияға жазылу туралы негізі жазасыз ойыңызды. Одан кейін сізге анкета жіберіледі. Ол анкета не үшін сізге керек? Өйткені дәрігер осы анкета бойынша баланың бүткіл шағымдарын, қалай туылды, қандай туылған кезде ерекшеліктер болды, салмақ қандай, ерте туылды ма, кеш туылды ма, кіндігі оралды ма, соның барлығына сіздер жауап беруіңіз керек. Және психомоторлық дамуын қараймыз. Уақытылы аунады ма, уақытылы отырды ма, уақытылы бала басын ұстады ма, уақытылы сөйледі ма. Осының барлығы психомоторлық дамуын жаңағыдай айқындайды, соны жазасыздар. Одан кейін барып балада сіздердің өздеріңізде жаңағыдай балада қандай сізді мазалап отырған сұрағыңызды жазасыздар. Содан кейін барып осы анкетаны түгел толтырғаннан кейін уақыт сізге белгілейді. Сол уақытта сіз баламен бірге жаңағыдай консультация уақытын дәрігерге арнауыңыз керек. Сол кезде сізден дәрігер сұраған жаңағыдай сұрақтардың барлығын жауап беруіңіз керек. Егер видео талап ететін болса, видео жіберуіңіз керек. Содан кейін сіз толыққанды жаңағыдай жауап ала аласыз. Онлайн консультацияда сіздер балаға толығымен біз диагноз қоя алмаймыз, және де балаға дәрі-дәрмек тағайындай алмаймыз. Өйткені біздің Қазақстан Республикасының заңына сәйкес онлайн консультацияда диагноз қоюға және дәрі-дәрмек тағайындауға болмайды. Сондықтан сіздер онлайн консультацияда тек қана жаңағыдай бағыт-бағдар аласыздар, яғни қандай тексерулер сізге керек, қандай дәрігерге тағы қаралу керек, сіздің балаңыздың даму қалыпты ма, әлде қалыпты емес па, қандай да бір патология бар ма. Осы патология есе қалыпты болатын болса, сіздер болды, менің балам сау деп арқарата спокойно уже жүре бересіздер. Егер балада қандай да бір жаңағыдай қауіпті бір диагноз байқалатын болса, онда консультация кезінде сіздерге осындай обследование өту керек, осындай дәрігерге қаралу керек деген сияқты сізге дәрігер жолдама береді, бағыт-бағдар береді. Сондықтан сіздер онлайн консультацияға жеңіл-желпі қарамай, жаңағыдай өзіңізді жауапкершілікпен қарағаныңызды сұранамыз. Сондықтан есе жазылатын ойыңыз болса, төмендегі номерге жаңағыдай өзіңіздің жаңағыдай неңізді жазыңыз. Жазылғыңыз келетін болса, және де анкетаны толығымен толтырып, сол жаңағыдай уақытқа дайын болып, бүткіл анализдеріңіз, бүткіл өткен УЗИ-ларыңыз болса, барын дайындап отырып, бір сағаттың уақытында, бір сағаттың көлемінде, кейбір жағдайларда 40 минут, бір сағаттың көлемінде сіздерге толыққанды жауап беретін боламыз. Осы мәлімет пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, менімен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.